үй сатылмай қалса не істейміз? Тығырықтан қалай шығамыз? Енді көп адамдар маған сұрағы осы. Үйім сатылмай тұр, қалай бұны сатуға болады дейді. Мен өзімнің жаңағы отырам, прямой эфирларда отырсам да, маған кеңес сұрап келсе де, адамдар осы сұрақты қояды. Үйім сатылмай тұр. Егер осы үйім сатылса, мен флиппингпен айналысар едім, тағы да үймен айналысар едім деп. Содан кейін айтам, сізде мынандай қателіктер бар. Сіз маған жіберіңіз, қарайын үйіңіз. Сізде мынандай қателіктер бар. Давайте осы қателіктеріңізді жөндеңіз. Егер сатылмай жатса, келесі маған келіңіз деп. Сол қателіктерін жөндеп келген кезде біраз үй сатылып кетеді. Білесіз ба, менің практикамда мынандай нәрсе болды. Бір кісі айтады, менің бір жер үйім бар дейді. Осы Алматының төңірегінде жер үйім бар. Мен бірақ Алматыға көшкім келеді. Балаларымызға Алматыға кіріп шығу қиын болып жатыр дейді. Күніне 4 сағат әрі жүреміз, 4 сағат бері жүреміз. Енді осы үйімді сата алмай отыр. Бұл үйді бағасын 40 миллионға бергім келіп отыр дейді. Содан кейін мен айтам, жақсы, ондай болса сіз сабаққа қатыса беріңіз, одан кейін көреміз. Одан кейін менің сату және сатып алу деген сабақтарым бар. Осы сабақтардан кейін маған звондап тұр ғой. Гүлнар ханым, мен оған дейін енді күнде сұраймын сабаққа келген сайын, не қылдыңыз десем, біреулер келді, көрді дейді. Көреді, келеді, кетеді дейді. Бұл жерде сатудың өнерін білмейтін болсаңыз, онда сіз кете береді адамдар. Сол сату өнер деген сабақтан кейін маған звондап тұр ғой. Гүлнар ханым, мен үйімді 46 миллионға саттым деп. Көрдіңіз бе, қандай күшті. Сондықтан бұл жерде де білім керек. Сатылмай жатырса, сіз қарауыңыз керексіз. Кейбір үйлерге сіз ол жерден минуспен де шығуыңыз мүмкін. Бірақ сіз ол үйге жабысып отырмауыңыз керек жылдар бойы. Жарайды, бұл менің тәжірибем деп қабылдадым. Бұл жерде мен минусқа кіріп шықтым. Немесе 0 болып шықтым. Немесе пайдасы аз болып шықтым. Бірақ мынау неден кетті қателік? Сол қателік сізге ары қарай жүруіңізге ықпал ету керек. Қателігіңізден сабақ алуыңыз керексіз. Сол кезде келесі үйлеріңіз жақсы өтетін болады.